Саржас кәсіптік техникалық колледжі 35-ші тобына арналған биология пәнінен қашықтықтан оқыту сабағын ұсынамын. Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғи сұрыпталу, эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы күші. Сабағымыздың мақсаты өзгергіштіктің мағынасын, табиғи сұрыпталудың белгілі бір ортаға ағзаның бейімделу екенін түсіну. Күтілетін нәтиже өзгергіштіктің мағынасын біледі. Табиғи сұрыпталу белгілі бір ортаға ағзаның бейімделу екенін түсінеді. Чарльз Дарвиннің табиғи сұрыптау туралы ілімін біледі. Табиғи сұрыпталу дегеніміз өзінен соң ұрпақ қалдыра алатын белгілі бір орта жағдайына бейімделген даралардың түрі қалуын айтады. Дарвиннің табиғи сұрыпталу туралы ілімі тіршілігін сақтап қалу үшін табиғатта ұдайы тіршілік үшін күрес жүріп отырады. Тіршілік үшін күрес қоршаған орта мен организм арасындағы күрделі қарым-қатынастың жиынтығы болып келеді екен. Дарвин тіршілік үшін күрестің негізгі үш формасын атаған екен. Түраралық күрес, түрішілік күрес, қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларымен күрес. Түраралық күрес әртүрлі түрге жататын даралар арасындағы күресті айтады. Мысалы, түлкілердің қояндарға шабуылы жыртқыштық болып есептеледі. Қасқыр мен түлкі жемтік үшін таласады. Бұл конкуренция, бәсекелестік. Түршілік күрес бір түрге жататын даралар арасындағы күрес. Мысалы, екі ағайындың өз тамағы үшін күресі, конкуренция. Табиғаттың қолайсыз жағдайларымен күрес құрғақшылықпен, суықпен, нөсермен және табиғаттың басқа да қолайсыз жағдайларымен күрес. Көптеген өсімдіктер қары аз, аязды суықтарда қырылып қалады. Сонымен қатар аяз кезінде топырақта тіршілік ететін көп ағзалар қырылады. Табиғи сұрыпталу формалары қозғаушы сұрыпталу және тұрақтандырушы сұрыпталу болып екіге жіктеледі екен. Қоршаған орта тұрақсыздығын неден байқауға болады? Жаңа түрлердің түзілуіне не әсер етеді деп ойлайсыздар, балалар? Қоршаған орта тұрақтылығы түрлердің тұрақты болуына әсер етеді екен. Мысалы, гаттерия Жаңа Зеландияда ғана тіршілік етеді екен. Студенттерге арналған тапсырмалар. Паразиттік жағдайдағы түраралық күресті мысалмен талдаңдар. Организм неліктен көп ұрпақ береді? Бұған табиғи сұрыпталудың қатысы бар ма? Бәсекелестік күрес неден туындайды? Сөйлемді жалғастыр, кері байланысы. Мен алған маңызды ақпарат. Менің таңғалғаным. Мен келіспеймін. Менің бір сұрағым бар. Балалар, егер де осы 4 сұраққа жауап берсеңіздер, WhatsApp желісі арқылы маған жауабын берсеңіздер болады. Назарларыңызға